Әлемде талай қызықпаратты танымдық сағатта бүгінгі айтылатын керемет ақпараттардың бірі ол өзге елді мекенде өсетін таңғажайып ағаштар жөнінде айтатын боламыз. Жаратқан Алланың құдіреті шексіз ғой шіркін. Өз таным түсінігімізде мың ойласақ та ағаш сүт береді дегенге сене алмаймыз. Себебі мұндайды бұрын соңды көрмегенбіз. Алайда Бразилияда сүт беретін ағаш бар екен. Бұл ағаш Амазон өзенінің жағасында өседі. Жергілікті халық оны сарвейра деп атайды. Сарвейра ағашының бір жерін кертсе, одан сүт тәрізді ақ шырын ағады екен. Өзі сүттен сәл қышқылдау, сондықтан оны алғаш тағам ретінде пайдалана қоймаған. Жергілікті халықтың айтуынша ақ шырынға аздап су қосып пісірсе, сүттен дәмі айнымай қалады екен. Бір кереметі, бұл ағашты бір сауғанда 2-4 литрге дейін сүт алуға болады. Таңғажайып ағаш зерттеген ғалымдар оның сүтінің сиыр сүтінен ешбір кем еместігін анықтаған. Осы Бразилияның солтүстік шығысындағы ормандарда ғажайып өсімдіктер бар. Соның бірі кажу. Ол ағашта бір уақыттың өзінде жаңғақ пен алма піседі. Ағаштың бойы 10-12 метр. Бір маусымда 10-12 келі жаңғақ, 30 келі алма алуға болады екен. Шұжық ағашы. Ганада, Африка әлемінің басқа еш жерінде өспейтін ағаштар бар. Солардың бірі шұжық ағашы болып, оны жергілікті халық кигелия дейді. Оның жемісінің сырт көрінісі шұжыққа ұқсайды. Тіпті дәмі де дәл шұжықтікіндей. Қауын ағашы. Табиғатта қауын ағашы да бар. Бұл өте тез өсетін тропиктік өсімдік болып, 60 метр биіктікке дейін өседі. Мәуесінің салмағы 2 келіге дейін артады. Сыртқы һәм ішкі көрінісіне де қауынға ұқсайды. 16 ғасырда бұл талды Панамадан шығысқа апарған. Қазіргі күнде қауын ағашы Америка, Үндістан, Австралияда өседі екен.